Бақытқа жеткізетін бір есік жабылса, екіншісі ашылады. Бірақ біз жабылған есікке қарай беретініміз соншалық ашығына мән де бермейміз. Ешқашан қателеспеген адам ешқандай жаңа нәрсені істеуге әрекет етіп көрмеген. Егер перзенттеріңіз жақсы адам болып өсуін қаласаңыз, онда оларға қазіргіден 2 есе көп уақыт және қазіргіден 2 есе аз ақша жұмсаңыз. Өз армандарыңыз орындалу үшін әрекет етіңіз, әйтпегенде өзгелердің арманын орындау үшін жалданасыз. Адам ойында жүрген барлық армандарын қолға кіргізуге қабілетті. Уақытыңыз шектеулі, оны басқалардың ойындағыдай өткізуге сарп етпеңіз. Мақсатыңыздың анықтығы барша жеңістеріңіздің негізгі бастамасы. Біз ойлағанымызға айналамыз. Өміріңіздің 10% сізбен болып жатқан жағдайларға, ал 90% сіздің бұл жағдайға деген көзқарасыңызға байланысты. Күтпеңіз, уақыт ешқашан қолайлы болмайды. Егер құрғақты тәрк ете алмасаң, ешқашан жоғарыны бағындыра алмайсың. Бізде 2 жол бар. Бірі жай ғана өмір сүру, екіншісі өз өміріміз бен тағдырымыздың иесі болу. Өмірімізде 2 түрлі маңызды күн бар. Бірі туған күніміз, екіншісі не үшін туылғанымызды түсінген күніміз. Ең жақсы кек бұл үлкен жетістікке жету. Жетістікке жеткен адамдар өзгелерге жәрдем беру мүмкіндігін іздейді, ал жетістікке жете алмағандар маған бұдан қандай пайда келеді деген сұрақ қояды. Қолыңнан келетініне сенсең, мәренің жартысына жеттім дей бер. 7 мәрте жығылсаң, 8 мәрте орныңнан тұр. 3 нәрсе ешқашан қайтып келмейді. Уақыт, сөз, мүмкіндік. Сол үшін уақытты бекер өткізбеңіз. Сөзді абайлап сөйлеңіз, мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Басқаларға қаншалықты көп жәрдем берсеңіз, өзіңізге де соншалық жәрдем етіп жатырсыз. Әзілдескенімде ақиқатты айтамын. Ақиқат дүниедегі ең күлкілі нәрсе. Қылыш өткір болса да, өз сабын кеспейді. Қолына қылыш ұстаған сылтау іздемейді. Жақсы досы бар адамның айнаға ісі түспейді. Кеше ақылды едім, дүниені өзгертпекші болдым. Бүгін данамын, өзімді өзгертіп жатырмын. Егер де мен адамдар қалаған нәрсені істегенімде, олар әлі де ат арбада жүрген болар еді. Басқалар көрмейтін мүмкіндіктерді көре білу жетістіктің универсал кілті. Жақсылықтың ең пайдалысы садақа беру. Егер де біреу қатесін түсініп сізден кешірім сұраса, оның өзірін кешіктірмеңіз. Бастау істің жартысын бітіргенмен тең. Тарихтан алуға болатын бірден бір сабақ сол, адамдар ешқашан тарихтан сабақ алмаған және алмайды да. Жүрегіңде тыныштық болу үшін 3 нәрсе жетіп жатыр. Еш нәрсеге аразданбау, біреуді айыптамау және өзіңді ақтамау. Білген істейді, білмеген ақыл үйретеді. Дертіңді төккің келсе, ыдыстың тесік еместігіне көз жеткіз. Өткеніңе салауат айт, сонда ол қазіргі күніңе зиян келтірмейді. Жақсылық жасаған адамдардан сақ бол. Бос кәлләнің тілі ұзын. Менің ең үлкен дұшпаным бұл өзім. Тәніңнен гөрі рухың бақуат болсын. Сөзің де, амалың да әділетті болсын.
қылмыс пен азап ұрықтарын еккен кісі бақыт пен махаббат жемістерін көрмейді.